стресс және де магний. Сәлем достар, қалайсыздар? Менің есімім Шаңда Ақжүніс Мейрамбайқызы. Мен акушер-гинеколог дәрігермін және де ютубермін. Бүгінгі тақырыпта жалпы біздер күйзеліс, депрессия кезінде қабылданатын магний элементі бар препараттар, добавкаларды балаларға, ересектерге, жүкті әйелдерге қалай қабылдау керек, қанша дозировкада ішу керек, соның барлығын осы видеода талқылайтын боламыз. Алдымен менің каналыма подписка жасаңыз, одан кейін міндетті түрде лайк басыңыз, осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін. Және де қандай да бір сұрақтар болса, комментарий жасаңыздар болады. Кеттік. Қыздар, жалпы осы магний элементі бар арнайы препараттар, добавкаларды қай кезде өздеріңіз ішулеріңізге болады, немесе өздеріңіздің балаларыңызға бере аласыздар. Бірінші, егер де кішкентай грудничковый балалар, 2 жасқа дейінгі аралықты балалар ұйқысы тыныш болмаса, раздражительный болса, тамақтардан бас тартатын болса, сонымен қатар кішкентай балалар өзінде дамуы төмен болып жатырса, кішкентай балалар 2 жас, 5 жас, 10 жас аралығында балалар мысалы жүруі баяулап жатыратын болса, немесе сіздің айтқаныңызға мүлдем тыңдамайтын болса, раздражительный болатын болса, гиперактивный болатын болса, сонымен қатар оқу үлгерімі университетте, сонымен қатар жаңағы мектепте нашар болатын болса, зейіні, есте сақтау қабілеті төмен болатын болса, тоже осы магний элементі бар арнайы препараттар және де добавкаларды қабылдауға болады балаларға қатысты. Ересектерде қандай симптомдар болуы мүмкін? Ересек адамдарда біріншіден аяқ-қолдар тартылуы мүмкін, сіңірлері тартылып қалуы мүмкін, түнде ұйықтап жатырғанда, нервный тики болуы мүмкін, раздражительный болуы мүмкін адамдар. Сонымен қатар сәл нәрсеге ренжігіс, жылағыш, өте сезімтал адамдар болуы мүмкін, сонымен қатар белгілі бір жағдайларға, ситуацияларға байланысты депрессивный состояниеде, выгорание состояниесіне жүрген адамдар болуы мүмкін. Оларға да осындай симптомдар, шағымдар болып жатса, магний элементі бар добавкаларды ішуге болады. Жүкті әйелдерге де, жүкті әйелдердің кез келген срогында, сонымен қатар емізіп жүрген келіншектерге де кез келген уақыттарда осы магний элементі бар добавкалар, витаминдер ішуге болады. Енді жүктілік кезінде не үшін қабылдайды? Себебі қараңыздар, жүкті кезде алғаш бала жатырға біткен кезден бастап, олардың нерв жүйесі дұрыс даму үшін, сүйектерінде минерализациясы, жаңағыдай тығыздылығы дұрыс болу үшін, әйелдің де, баланың да, сонымен қатар әсіресе жүкті кезде аяқтардың жиі тартылып қалуы, сіңірдің тартылып қалуы өте жиі кездеседі, жүкті кезде көптеген қыз-келіншектер өте ашушаң болады, раздражительный болады, сезімтал болады, сәл нәрсеге ренжігіш болады. Сонымен қатар бұл симптомдар көбінесе емізетін әйелдерде де болады. Неге? Себебі босанғаннан кейін кейбір әйелдер депрессияға түсіп жатады, босанғаннан кейінгі депрессияға. Олар өте ашушаң болады, сәл нәрсеге тітіркенгіш болады. Сондай кезде міндетті түрде бұл уже магний элементінің жетіспеушілігі бар дегенді білдіреді. Міндетті түрде сонымен қатар бұл магний препараты жүкті әйелдерде өте қауіпті жағдайлар бар. Преэклампсия, эклампсия деп аталатын, яғни қан қысымы көтеріліп, әйелде ең соңында өте қауіпті жағдай судорогиға әкелуі мүмкін, яғни қалтырау, дірілдеу сияқты арнайы заболевание ол сол судорогидің алдын алады, егер сіз белгілі бір уақыттарда магний жетіспеушілігін толықтыратын болсаңыздар. Енді бұл жерде магнийдің жалпы толыққанды қызметіне тоқтала кетейік. Бірінші бұл раздражительность, сезімталдылық, нервный тики, соларды басуға көмектеседі. Бұлшық еттердің жаңағыдай жиырылуын реттейді. Сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесінде жүректің ырғағының ритмінің бұзылысын реттейді, соларды реттеуге қатысады. Сонымен қатар стресске, күйзеліске деген сезімталдылықты төмендетеді. Жұмысқа қабілеттілікті арттырады. Митохондрия дегеніміз жалпы адамның клеткаларында, кез келген адам, біз клеткалардан тұрамыз, органдар барлығы. Сол клеткаларда АТФ энергиясының бөлінуіне қатысады. Сонымен қатар ішектерде В тобындағы С витаминінің, кальций D3-дің сіңірілуіне қатысады. Егер осы магний жетіспейтін болса, бұлардың сіңірілуі төмендейді. Сонымен қатар сүйектердің минерализациясы, тығыздылығына жауап береді.
Жалпы енді біздер магнийдің қабылдамас бұрын магнийдің қандай түрлері бар, соған тоқтала кетейік, иә. Бірінші бұл магний цитрат, магний глицинат, магний малат, магний таурат деген сияқты, магний сульфат және де магний хлорид деген бірнеше түрлері бар. Жалпы мен сіздерге қазір қазіргі таңда өзім қолданып жүрген магний түрлерін көрсетейін. Менде қазіргі таңда магнийдің екі түрі бар, біреусі глицинат және де магний треонат деген түрлері, иә. Жалпы, егер сіз депрессивный состояниеде жүрсеңіз, раздражительный болсаңыз, нервные тики болатын болса, тез ашуланшақ болатын болсаңыз, иә, успокаивающий қызмет атқаратын, бұл бізде магний глицинат. Осы формасы бар магнийді сіз қабылдайсыз міндетті түрде, иә. Желательно магнийді түнде ұйықтар алдында ішсеңіз, тіпті жақсы болады, тыныш ұйықтайтын боласыз, иә. Одан кейін екінші түрі магний цитрат. Ол түрі менде жоқ, бірақ магний цитрат түрі көбінесе кімде іш қату жиі кездеседі, соларға жақсы. Сонымен қатар магнийдің малат түрін, у кого энергия жоқ, надпочечниковая усталость, иә. Сонымен қатар спортсмендерге осы малат түрі жақсы. Сонымен қатар магний таурат түрі, бұл кімде жүрек қан тамыр жүйесімен қандай да бір проблемасы барларға осы таурат түрі жақсы. Және де магний треонат деген түрі бар. Ол балаларға, жаңа есте сақтау қабілеттілігін, когнитивный функцияны жақсарту үшін осы магний треонат деген формасы вообще супер. Сонымен қатар магнийдің терге жағуға болатын магниевое масло или спрей деген түрлері бар, иә, магний хлорид. Және де олар тез сіңіреді, дермальный қабат арқылы тез сіңетін болады, иә. Сонымен қатар магнийдің арнайы тұздары бар, иә, магниевая соль. Оларды қалай қолдансаңыздар болады? Тыныштандырушы эффект ретінде аптасына 2-3 рет қолдансаңыздар болады ваннаға. Бір толық ваннаға кәдімгідей суды толтырып, соған әрі кетсе 100-300 граммдай магний солін, яғни магний тұзын салып, сол жерде қолдансаңыздар болады ваннаға түсіп. Енді қараңыздар, магнийдің дозировкасы қандай? Магнийдің профилактикалық дозасы 10 миллиграмм на килограмм веса. То есть 1 килограмм салмаққа 10 миллиграмм болу қажет, иә. Көбінесе ересектерге профилактикалық доза 400-600 миллиграмм болады. Жүкті әйелдерге 2 есе дозировка қолдануға болады, яғни 1200 миллиграммға дейін қолдануға болады. Егер де сізде бұл профилактикалық дозасы, иә. Ал егер сізде қандай да бір жандай мен айтқан симптомдар усиленный болатын болса, дозировкасын көбейтуге болады, емдік дозировкада. Оны сізге тек қана дәрігер тағайындала алады. Қыздар, бүгінгі менің видеом сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде менің видеомды лайк басыңыздар, мені қолдаңыздар. Міндетті түрде осындай видеолар көбірек шығу үшін міндетті түрде комментарий жазып, подписка жаза кетіңіздер.